Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздер пока қосылғанша мен вебинарымды бастай берейін жүктілікке қатысты. Ал если көрмей қалғандарыңыз болса, кейін 24 сағаттың ішінде көріп аласыздар, потом чатқа жазасыздар, хорошо, қыздар? Ал давайте бастайық. Бүгін жүктілік вебинары, яғни жүкті қыздарда сіздер қатысып отқан. Қыздар, егер сіздер жүкті екендеріңізді білдіңіздер, сразу ең бірінші істейтін нәрсеңіз ол фолиевая кислотаны ішулеріңіз керек. Бұл фолиевая кислота витамині бізде самый достоверный және дәлелді медицина тұрғысынан дәлелденген препараттар, яғни сіздерге 100% болады және міндетті түрде ішу керек деген сөз, қыздар, ол витаминді. И дозасы қандай? Ол витаминдің дозасы 400-800 микрограмм. Оны бөлек өзінде ішсеңіздер де болады, болмаса комплексный витаминдердің құрамдарында болады. Ол қандай витаминдер? Пимибион дегенде болады, витажиналь, элевит, қазір неше түрлі витаминдер өте көп комплексный, соның құрамын сіздер қараңыздар. Құрамын көрген кезде сол жерде жазылу тұрады, фолиевая кислота деп. Мен мысалы қазір өзім ішетін бір витаминді көрсетейін да, соның құрамында несі бар. Қыздар, мен пока комментарийді өшет тұрайын да, потому что мен от начала до конца толық айтып шығайын. Сосын керек сұрақтың бәрін ана неге жазасыңдар, чатқа жазасыңдар, хорошо? В общем, фолиевая кислота, мысалы, менде мынау комплексный витамин, да? И сол комплексный витаминның құрамында вот здесь фолиевая кислота деген бар. Вот, сейчас покажу. Вот, мына жерде жазылады фолик ацид 800 микрограмм. Көрдіңіздер ғой? Фолик ацид 800 микрограмм. Осындай фолиевая кислота болу керек. Болды. Енді фолиевая кислотаңызды асықпай іше бересіз. Потом енді істейтін нәрсеңіз ол учетқа тұру. Учетқа сіздер 12 аптаға дейін тұруларыңыз керек. Неге? Өйткені сіздер 12 аптаға дейін тұрмасаңыздар, өздеріңізге керекті скринингтерден қалып кетесіздер. Ол қандай скринингтер? Бірінші учетқа тұрмасын, сіздер не істеу керексіздер? Өздеріңіздің тұрып жатқан жерлеріңіз, өмір сүріп жатқан жерлеріңізге қатысты поликлиникаға барасыз, сол жердің гинекологына тіркелесіз. Қазір барлық нәрсе через компьютер арқылы жүріледі, сол үшін сіздер Дамумед деген программа бар, сол программа арқылы өзіңіздің гинекологыңызға тіркелесіз. Гинекологқа тіркеліп болғаннан кейін удостоверенияларыңыздың копияларын алып барасыздар. Приемға кіресіздер, приемға кіргеннен кейін ол кісілер сізге керекті анализдер жазып береді. Ол қандай анализдер? Бірінші, общий анализ крови, то есть жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, одан кейін қан тобыңызды анықтау және резус факторыңызды анықтайтын, одан кейін бак, посев, мочи дейді, яғни зәрдің бак посевы, яғни сіздің мочаңыз қандай жаңағы антибиотиктерге жаңағындай әсер етеді, чувствительный, және жаңағы бактериялардың количествосы қанша, соны білетін бак, посев, мочи. Одан кейін мазок тапсырасыз на онкоцитологию, яғни раковый заболевание шейки матки бар ғой, жатыр мойны, соған тапсырасыздар. Одан кейін егер сіздің индекс массы тела дегеніміз сіздің бірінші салмағыңыз бен бойыңыздың арақатынасы. Егер оны қалай есептейсіздер? Сіздер бүйтесіздер. Өзіңіздің бойыңызды, мысалы бойыңыз 165 па? Оны калькуляторға жазыңыздар. 1,65 дейсізде, соны екеселейсіз. 1,65 көбейту 1,65 дейсізді. Содан кейін сол шыққан санда өзіңіздің салмағыңызға бөлесіз. Мысалы, салмағыңыз 65 па? 65 бөлу жаңағы бойыңызды 2 рет еселеп көбейткен санға бөлесіз. Сол кездегі сан интернеттен жазып көрсеңіздер болмаса қазір мен чатқа салып жіберем, қалай есептеу керектігін сіздер егер түсінбесеңіздер. Сол бойынша есептейсіздер. Егер индекс массы тела 18 бен 25-тің арасында болу керек. Егер 25-тен жоғары болатын болса, это значит, у вас избыточный вес. Сізде сәл артық салмақ бар деген сөз.
вообще егер 25-тен ары қарата 30-ға қарай кетіп қалатын болса, значит у вас сізде ожирение бар деген сөз. Онда избыточный вес болса да, ожирение болса да, салмағыңыз көп болса да, сіздер неге глюкозаға, сахар, кровь на сахар дополнительно тапсырасыз. Сосын істейтін нәрселеріңіз, ол сіздердің УЗИ-ларыңыз, УЗИ первый триместрде түсетін УЗИ. Яғни ең бірінші түсетін УЗИ сізде ол 10 неделя мен 13 неделя 6 күн аралығындағы УЗИ. Бұл УЗИ сіздерде самый достоверный, және осы УЗИ арқылы сіздер генетический скрининг, генетикалық аурулар бар ғой, 4 синдром бар өзі. Синдром Дауна, Паттау, Эдвардс деген сол синдромдарға сіздер генетикалық қан тапсырасыздар. Сол генетикалық қанды тапсыру үшін сіздердің сол неделядағы именно 10 мен 13 неделя 6 күн аралығындағы УЗИіңіз болу керек. Сол УЗИіңіз болмаса сіз тапсыра алмай қаласыздар. Яғни генетикалық скринингті бірақ тапсырмас бұрын сіздер оны аш қарынға тапсыруыңыз керек. Өйткені сіздер егер дұрыс тапсырмасаңыздар, оның результаты қате болып шығуы мүмкін. Қате болып шықса өзіңізге қиын, потому что сізде туда-сюда жүгіртеді. Генетика барасыздар, инвазивно парентальная диагностика ұйымдастыру сізге рекомендовать ету мүмкін. Яғни в общем, сол салатында жаңа УЗИ плюс генетический скрининг тапсырасыздар. Мазокты айттым. Егер де сіздердің қаныңыз теріс, қаныңыз, то есть резусыңыз теріс болатын болса, онда 24 аптада сіздер титрге барасыздар. Одан кейін тағы не айттым? В общем, солар ең бірінші скрининг кезінде, бірінші учетқа тұрған кезде тапсыратындарыңыз осылар қыздар. Одан кейін екінші триместрдегі түсетін УЗИ-ларыңыз ол 19-22 неделя аралығында. Оның да өзінің түсу жаңағыдай несі болады. Маңызы бар да, өйткені ол кезде сіздерде ұрық уже қимылдап бастайды. Органдары пайда болады, соның бәрін досконально көру керек. Одан кейін үшінші триместрде түсетін УЗИ-ларыңыз ол сіздің 30-32 аралығында түсетін. Өйткені ол кезінде өзінің маңызы бар. Ол кезде ең жаңағы баланың самый жаңағы жүрек нелері бар ғой. Жүрегін тексереді, яғни ол жерде порог жоқ па, бар ма. Главный сол нәрсені біз осы үшінші триместрде білеміз. Жүрегінде ақаулар бар ма, балада жоқ па. Қыздар уақытын түсуге тырысыңыздар. Өйткені сіздер егер де мысалы 30-32-де түсе алмай где-то арғарда кейін шегініп кетіп 35, 36, 37-де түсетін болсаңыздар, ол кезде уже недостоверно. Өйткені бала ол кезде ұрық үлкейіп кетеді, органдарда үлкейіп кетеді, салмақ қосады ұрық. Сосын сіздерде баланың органдары анық, еш нәрсе патология дұрыс көрінбей қалады. Сол үшін уақытында түсу керек. Одан кейін сіздер тапсыратын нәрселеріңіз жаңағы учетқа келдіңіздер. Учетқа келгеннен бүткіл анализдерін, жаңа мен айтқан анализдерін бәрін тапсырдыңыздар да. Содан кейін, если патология болып жатса, сіздерге айтады. Қаныңыз аз болып жатса, препараты железа сіздерге береді. Бірінші қаныңыз аз болса, егер кровь на железа тапсыртқызады сізге, одан кейін барып препараты железа сізге береді. Одан кейін сіздер консультация терапевта, обязательно первичный осмотр терапевта өтулеріңіз керек учетқа тұрғаннан кейін. Одан кейін сіздер каждый месяц гинекологқа ай сайын бір рет келіп тұрасыз. Сосын моча на белок, зәрде белок бар ма, жоқ па, соны білу үшін тапсырып отырасыздар. Одан кейін, егер де сізде қандай да бір патология болып жатса, гриппен ауырып қалып жатсаңыз, болмаса жаңағы ішіңіз ауырып, қан кетіп, қандай да бір нәрселер болып, угроза болып жүрсеңіз, сізді онда айына бір рет емес, 2 аптада бір рет шақырады. 2 аптада бір рет шақырады. Солай. Енді баланың дамуына тоқтала кетейік. Одан кейін, если, кстати, группа риска деген нәрсе бар. Группа рискаға қандай адамдар кіреді?
жүкті әйелдердің ішінде артық салмағы бар жүкті әйелдер, яғни ожирение деп аталады. Одан кейін әртүрлі хронический заболеваниялар бар әйелдер, яғни учетта тұратын әйелдер болады. Мысалы, жаңа қалқанша безінің ауруымен ауыратындар, немесе зрениесі нашар, миопиясы барлар, болмаса жаңағы бұрынғы анамнезінде егер жаңағыдай кесарево болғандар, яғни кесарево болғандар рубец деп аталады. Содан кейін көп босанған әйелдер, солардың барлығы группа рискіге жатады. Осы әйелдер. Содан кейін бұрынғы анамнезінде давлениесі қатты көтеріліп, ерте босандырып алған болса баласын, немесе преэклампсия тяжелой степенімен түскен болса, преэклампсия дегеніміз, яғни давлениесінің 160-тан жоғары көтерілген болса, оның алдыңғы предыдущий беременность кезінде, солардың біз алдын алу үшін аспирин препаратын береміз. Аспиринмен қосып кальций береміз. Аспирин плюс кальций екеуін 16 неделядан бастап сіздер ішесіздер. Яғни оның мөлшері, мысалы, бір аспиринді аласыздар, соны 4-ке бөлесіздер. 4-ке бөлсеңіздер, бір бөлігі соны 75 мг болады. Соны сіздер күніне бір реттен туғанға дейін ішулеріңіз керек. Ол для профилактики. Бірақ егер вдруг беременность кезінде сізден давлениеңіз қатты көтеріліп кетіп, отек болып, аяқ қолдарыңыздың бәрі ісініп, зәріңізде белок пайда болып жатса, онда сізге тактика басқаша. Сізге ол кезде уже давлениеңізді түсіретін препараттармен магнезия уколдарын салу керек болады. Енді ол кезде ол экстренный случай. Ал бірақ сіздерде осындай жағдай болмасын деп алдын алу үшін сендер осы аспирин препаратын ішулеріңіз керек, қыздар. Одан кейін прием жайлы айттым, сіздер гинекологқа каждый месяц бір рет барып, если еш нәрсе мазаламаса, жағдайыңыз жақсы болса, айына бір рет барасыз гинекологқа, и моча на белок, зәрге белок тапсырып тұрасыздар. И босануға жақындаған уақытта 36 неделядан бастап 41-ге дейін 2 аптада бір еп тұрасыздар. Түсініңіздер ғой? Осы келетін дәрістеріңіз. Енді содан кейін, мен мыналардан ұмытып кетіппін. Учетқа тұрған кезде еще плюс сифилиске, гепатитке және ВИЧ-ке қан тапсырасыздар. ВИЧ-ке қан тапсырасыздар. Жалпы енді біз срокты қалай есептейміз? Последний менструация бойынша есептейсіздер. Соңғы менструация бойынша әртүрлі жаңағы есептейтін құралдар бар, программалар бар тоже. Менде де бір программа бар, оны постқа жазғам. Если көрмеген болсаңыздар, қазір чатқа салып жіберем. Сосын предполагаемая дата родов деген бар. Сіздің примерно босанатын уақытыңызды есептейтін, қалай есептейді? Оны былай есептейсіздер. Последний менструацияңыздан бас аласыз да, содан 3 ай кері алып тастайсыз, сосын одан кейін 7 күн қосасыз. Сол күн сіздің примерно босанатын уақытыңыз. Но исключение болады. Не обязательно әйелдердің, мысалы, бүткіл әйелдердің 1% ғана сол предполагаемая дата родов күні ғана босанады. Ал қалғандары одан ерте босану мүмкін. Мысалы, кейбір әйелдер 30 неделяда босанып қоятындар болады преждевременно, кейбірінде 35-те, 34-те, кейбірі 38-де, кейбірі 41-42-де босанатын әйелдер болады. Бірақ ол сол жаңа организмнің байланысты, ұрықтың салмағына байланысты, ол шейкаңыздың сіздің ашылғанына байланысты. Енді былай кетейік, негізі ұрық жағы сіздің жатырыңызда пайда болды да. Пайда болғаннан кейін 6-7 неделяға дейін ол бізде эмбрион деп аталады да, эмбрион. 7 неделядан ары қарата бізде ол ұрық, плод деп аталады. Жаңағы фолиевая кислотаны ертелік ішу керек деген себебім, потому что бізде фолий қышқылы ол дефект нервной трубки, ми, яғни жүйке жүйесінде баланың жаңағындай даму ақауы болмас үшін ішу керек. Бүткіл әйел адамдары осыны білу керек. В идеале жүкті болмай тұрып негізі фолиевая кислотаны ішу керек, өйткені баланың миы уже 6-7 апталардан бастап құрылып, уже аяқталып қалады 10 аптаға дейін. Сол үшін сенің әйелдің қанында фолиевая кислота жаңағы жеткілікті дәрежеде болу керек, чтобы ана дефект сондай болып қалмасы үшін ұрықта. Түсініңіздер ғой? Енді
сол кезде уже баланың рухтың жаңағы жынысының жаңағы закладкалары пайда болады. То есть мысалы органдар пайда болатынның орны болады ғой, сол орны басталып дамиды уже. Қыздың органдары немесе ұлдың органдары. Одан кейін тістің тоже закладкалары пайда болады. Жаңағы айтқандай ең бірінші жүйкесі, миы, одан кейін жұлын, солар ең бірінші дамитын нәрселері. Одан кейін бізде екінші триместрде, яғни 19-18-20 неделерде уже баланың аяқ қолдары дами бастайды, и олар уже жыбырлап бастайды. Қолдары жыбырлаған сайын, значит, ол кезде біз не білеміз? Шевеление плода. Бала қимылдап бастайды. Қай кезде? 18 апта, 19 аптадан, 20 аптадан бастап баланың қимылдауы басталады. Баланың қимылдауы как бы балықтың, мысалы, аквариумның ішінде балық жүреді ғой, сол сияқты тыкать етіп тұру мүмкін. Солай басталады қимыл. Өйткені бала қолымен сәл қолы өсіп дамығасын, аяқ қолдары, ол бүйтіп жылжыта береді, жылжиды, сондай болады да, в общем. Содан сіз қимылдаған сезесіз баланы. Яғни 18-19-20 аптадан басталады. Ал көп босанған әйелдер, олар уже ерте сезіну мүмкін. 16 аптадан бастап баланың қимылдағанын сезуі мүмкін. Егер де қараңыз, 20 аптадан жоғары қарай арғарда уже баланың қимылдағанын вдруг сіз сезбей қалсаңыз, ол уже тревожный признакиге жатады. Яғни бұл қауіпті белгі. Сіздер ол кезде сразу гинекологқа баруларыңыз керек. УЗИге түсіріп, баланың қимылдап жатыр ма, жоқ па, соны білу керек. Если үлкен сұрақ болса, гинекологқа айтасыз, гинеколог баланың жүрек соғысын тыңдап береді. Баланың жүрек соғысының нормада 110 мен 160 ударов в минуту болу керек. Енді қимылын айттым. Одан кейін бала бізде уже 29-30 аптадан бастап арғарда уже салмақ қосатын кезі ең осы кезі. Сіздер сол кезде дұрыс тамақтануларыңыз керек. Одан кейін тағы бір нәрсе айтады кететін, егер қараңыз, сізде УЗИда 36, 33, 34 аптада уже бала аяқпен келіп тұр деп десе, тазовое предлежание болатын болса, онда тазовое ол устойчивый, баланы сіздер уже қимылдамайды, орнына келмейді, баспен келмейді да, уже тазбен устойчивый болып қалады, сол күйінше қимылдау өте қиын болады, сол орында қалып қояды. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, околоплодные воды, қағанақ су дейді. Жаңағы білесіздер, ана мен ұрықтың сыртын бізде қорғап тұратын жаңағы қағанақ су болады, околоплодные воды деген. Сол қағанақ су ол бізге балаға өте қорғаныш нәрсе. Ол әртүрлі инфекциядан баланы, мысалы травма алып қалсаңыз какой-то, мысалы содан, соққыдан баланы қорғап тұратын нәрсе. Ол околоплодный вода бізде қалай пайда болады? Мысалы қараңыз, бала жаңағы іште жатқан кезде кіші дәретке барады. Яғни мысалы балада ұрықпен сізді байланыстыратын тағы бір нәрсе бар, ол плацента деген нәрсе. Плацента мен баланың арасында кіндік бар да, сол кіндік арқылы сіздің ішкен жеген тамақтарыңыз, питательный веществолар, гемоглобин құрамындағы оттегілер, әртүрлі нәрселердің барлығы сіздің қаныңыз арқылы балаға тасымалданады да. Сөйтеді, бала қоректенеді, балада жаңағы әртүрлі питательный веществолардың баланың даму үшін нәрсенің барлығы сол сіздің қаныңыз арқылы балаға барады. Сөйтсе бала кіші дәретке барады. Кіші дәретке барғаннан кейін ол су шығады да, сол су айналып бала жұтады, шығарады, жұтады, шығарады. В общем, сондай айналым болып тұрады да ішінде. Соны бір қалыпта ұстап тұратын ол околоплодные воды. Егер де мынандай диагноз қойылады: многоводие, су көптік, немесе су аздық, маловодие деген екінші немесе үшінші триместрдегі УЗИларда қою мүмкін. Біз ол кезде многоводие, маловодие болған кезде сразу
УЗИге, то есть доплерография деген бар, доплерография пладаға жібереміз. Ол доплерография пладада бала қиналып атқан жоқ па, балада гипоксия, ауа жету болып атқан жоқ па, соны анықтау үшін доплерге жіберуіміз керек. Міндетті түрде многоводие, маловодие кезінде доплер дегеніміз ол доплерография дегеніміз мына баламен жаңағы ұрықтың то есть ұрықпен сіздің араңызда кіндік бар дедім ғой, қан артериялар бар, артерия бар, вена бар. Сол артерия мен венаның арасында нарушение бар ма, жоқ па, соны біледі. Егер азғантай ғана нарушение болып жатса, бүйтіп жазу отырады: нарушение МПК и ППК первая А степень. Одан қорқудан қажет жоқ. Если сөйтіп жазып берсе сіздерге қыздар, каждый 10 күн сайын доплерге қайта-қайта барып тұрасыздар. Егер вдруг қайта-қайта 10 күн сайын доплерде нарушение МПК и ППК первая Б степень деп шығып тұратын болса, онда қайтадан тағы да доплер 10 күннен кейін түсу керек. Если нарушение одан сайын қиналып бұзылып жатса, арқада төмендеп баратса, онда сізді госпитализацияға, больницаға жатқызады, чтоб одан кейін доплермен қайта-қайта бақылап отырады баланың жүрек соғысын, чтоб бала гипоксия, яғни ауа жетіспеу болмас үшін ұрықта. Енді суды түсініңіздер, су қалай пайда болатынын. Бала суды жұтады, кіші дәретін шығарады, жұтады, кіші дәретін шығарады. Ол маловодие, многоводие неден болуы мүмкін? Егер балада ішкі органдарында какой-то нарушение болып жатса, мысалы ішектерінде гиперохогенный кишечник болса, немесе почкалары пиелоэктазия, немесе жаңағы почкалары кеңейіп кеткен болса, немесе жаңағы атрезия пищевода деп атайды, жұтынған кезде бала қиналып атса, сондай какой-то нарушение болып жатқан кезде осындай суды аз шығару мүмкін бала, немесе суды кіші дәретке көп шығып жұта алмай қалуы мүмкін, немесе жұтқандарын шығара алмай мүмкін деген сияқты сондай нарушение болуы мүмкін балада. Бірақ это не 100%, ол многоводие, маловодие, когда сіздер внутриутробный жыныстық жолдармен жұғатын инфекциялар болады. Ол самый опасный, да? Ол цитомегаловирусный инфекция, краснуха, яғни қызылша, одан кейін тағы да бұл торча инфекцияларға жатады. Одан кейін жыныстық жолдармен жұғатын инфекциялар бар. Ол хламидия, микоплазма, трихомониаз, гонорея. Бұл самый опасный инфекциялар. Плюс оған егер кейбір әйелдер болады, сифилиспен жұқтыратын әйелдер болады, солары болатын болса, ВИЧ болатын болса, сонымен қатар торча инфекцияларға кіретін инфекциялар жаңағы корь, краснуха, сосын цитомегаловирусный инфекция және вирус простого герпеса. Осындай инфекциялар жұқтырылатын болса, осындай балада әртүрлі даму ақауларына баланың алып келеді. Сіздер дәрігердің тағайындауынсыз әртүрлі өздеріңіз ешқандай дәрілерді қабылдамаңыздар. Сонымен қатар тағы да айтатын нәрсе, нестероидный противовоспалительный препараттар бар ғой, жаңа диклофенак деген сияқты, немесе кетатифен бар ғой, обезболивающий, сондайларды сіздер қолданбаңыздар, өйткені олар ұрықта әртүрлі даму ақаулықтарына әкелуі мүмкін, балада какой-то поражениялар болуы мүмкін. Сондайлардан сақтау үшін сіздер ең бірінші дәрігермен ақылдасып алыңыздар. Өздеріңіз ешқандай дәріні ішпеңіздер, қыздар. Одан кейін тағы неге тоқтала кетейін. Сонымен қатар спорт және физикалық активтілік көп жүрген дұрыс, қыздар. Өйткені көп жүрмесеңіздер қандарыңыз айналмай қалады, қандарыңыз үйіп қалуы да мүмкін. Көп әйелдерде ең жаңағы часто мазалайтындар ол бел аурулары. Бел не үшін ауырады? Өйткені сіздерде маткаңыз үлкейген сайын, матка үлкейеді ғой, үлкейген сайын ол сіздің мына беліңізде центр тяжести болады. Сол центр тяжести астыға қарай смещаться етіледі да, и беліңіздің ауыратыны содан. Матка өскен сайын солай, бұл қатты қалыпты. Если острый боль болмаса, ол қалыпты. Тан кейін, если сіздің денсаулығыңыз сізге денсаулығыңыз жақсы болып тұрса, жүктілік кезінде ешқандай патология болмаса, ішіңіз постоянно ауырып жүрмесе, қан келмесе, ешқандай хронический заболеванияларыңыз, давленияларыңыз болмаса, гриппен ауырып жүрмесеңіз, йогамен,
плаваниямен сондайлармен айналысу рұқсат етілген. Тағы бір айтатын нәрсе половой контакт. Жаңағы мен айтқандай ешқандай заболеваниеңіз болмаса, эрозияңыз болмаса, жаңағы қанайтындай эрозия болады кейбіреулерінде, ішіңіз қатты ауырмаса, қан келмесе, мысалы да, и варикоз, мысалы, сондай сияқты қатты хронический заболеванияларыңыз, еще давлениеңіз көтерілетіндей болмаса, ешнәрсе болмаса, половой контакт болады. Рұқсат етілген, половой контакт можно. Бірақ та, если вдруг сондай қан келіп қалса, немесе қатты ішіңіз ауырып жүрсе, онда половой контактты пока уақытша шектейсіздер. Но половой контакт болады, қыздар. Сонда ешқандай патологияларыңыз болмаса. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, қысып жүретін, қатты қысатын киімдер кимеңіздер, тар киімдер, тар іш киімдер кимеңіздер. Оның бәрі дисбиоз шақырады влагалищеде. Өйткені итак сіз беременныйсыз, беременналардың барлығының иммунитеті төмендейді. Иммунитет төмен болған соң жүкті әйел любой нәрсені жұқтыруға андай бейім болады да, тез ауырып қалады, тез грипп болып қалады. Иммунитет всегда төмен болады беременналардың. Сол үшін сіздер иммунитетті көтеретін дәрілер, витаминдер көп ішулеріңіз керек, чтобы әртүрлі нәрселерді тез жұқтырып алмас үшін, қыздар. Одан кейін тағы бір айтатын не бар? Витаминдер жаңа айттым, фолиевой кислотаны айттым. Ең бірінші керек нәрсе ол фолиевой кислота. Потом барып керек нәрсе ол витамин D. Витамин D-ні дозасы 2000 единица. Это норма для беременных. Препараттардың сатып алған кезде сырттағы құрамын қараңыздар. 1000 единицалық түрі болады, 2000 единицалық түрі болады, 5000-дық, 10.000-дық единица болады. 5000, 10.000-дық дегенді алмай қойыңыздар, сіздерге ол слишком көп болады. 2000 единица алсаңыздар жетеді. Немесе 1000-дық единица жазылып тұрса, оны ала беріңіздер, күніне 2 реттен ішесіздер, получается, түсініңіздер ма? 1000 единицалықты алсаңыздар, күніне 2 реттен таңертең кешке, если 2000 единицалықты алсаңыздар, сіздер күніне 1 реттен ішесіздер. Витамин D обязательно керек, өйткені сізде жүкті әйелде иммунитет төмен болған соң бүткіл жаңағы хронический заболеваниялардың барлығы автоматически шығады сіздерде. Сүйектеріңіз сырқырайтын болады, аяқтарыңыз тартылып қалады, сондайлар болуы мүмкін. Сол үшін сіздерге витамин D обязательно ішу керек. Одан кейін сүйектеріңіз сырқырамас үшін сол витамин D-ні ішкендеріңіз дұрыс. Одан кейін ең керекті витаминдер ол йод. Йодтың көлемі 250 микрограмм обязательно дозасы. Өйткені бізде қалқанша безіндегі гормондар бар ғой, тиротропный гормон, ТТГ, Т3, солардың бөлінуіне қажетті бізге бұл йод. Йод самый керек нәрселер бұл. Сіздер егер эндемический аймақтарда тұратын болсаңыздар, Семей деген сияқты, онда оларға тіпті керек болады сіздерге вообще. Содан кейін витамин Е керек обязательно құрамында болған дұрыс, өйткені ол сіздерге қай жағына көмектеседі? Сіздердің шаштарыңыздың, тырнақтарыңыздың түспеуіне. Одан кейін жаңағы растяжка бар ғой, стрия деп аталады, жыртылып кетуі мүмкін жаңағы нелеріңіз, іштеріңіз, солардың алдын алады. Бірақ енді полностью алдын алады деп айта алмаймын, өйткені растяжка деген ол сіздің жаңағы кожаңыздың эластичностіне байланысты. Коллагендер жеткілікті ма, жеткілікті емес па, соған байланысты. Ол өзіңіздің генетикалық тұрғыдан өзіңіздің особенностіңіз болып табылады. Бірақ аз количествода болса да витамин Е жақсы көмектеседі. Одан кейін ең керекті нәрсе омега-3. Омега-3 самый керекті нәрсе. Ол даже жаңағы ертең сіздің балаңыз, туылатын балаңыздың IQ жоғары болу үшін, миы жақсы даму үшін, бала жаңағы ондай заболеваниялар болады, недостаточный рост плода деген, бала кейде іште өспей қалады. ЗВУР деп аталады, задержка внутриутробного развития деп аталады. Сондай болмас үшін сіздер омега-3 обязательно ішулеріңіз керек. И омега-3-ді рыбе жир деп аталады, яғни сол балықтың майы деп аталады. Капсула түрінде бұл ішкендеріңіз өздеріңізге ыңғайлы. И капсула түрінде ішкен кезде мұның құрамын көріңіздер.
пентазогексаеновая, ойкозогексаеновая деген кислота болу керек, сол екеуі болу керек міндетті түрде. Қазір если чатта мүмкіндік болып жатса, сол жерге тағы да суреттерін болмаса сіздерге түсінікті болу үшін салып жіберемін. Хорошо, қыздар? Енді тағы бір не айтатын нәрсе, сосын бандаж. Егер де сізде жаңағы үлкен сроктарда уже астыңыз төменге тартып түсіп кететіндей чувство болып жүрсе, варикозыңыз болса, немесе балаңыз егіз ұрықты болатын болса, немесе балаңыз крупный, салмағы крупный деп жатса узиларда, немесе есептеген бойынша да, онда сізге бандаж кию керек обязательно. И бандажды киген кезде сіздер жатып орныңыздан тұрмай киюлеріңіз керек, и шешкенде де сөйтіп шешесіздер, хорошо? Енді жаңағы несіге байланысты қыдыруға болады ма жоқ па, жаңа пойызбен және самолетпен негізі болады. Қай срокта айтайын? Негізі ең опасный срок ол 3 ай, бастапқы 3 ай және соңғы 3 ай. 12 аптаға дейін немесе 14 аптаға дейін көбінесе выкидыш, баланың түсіп қалуы, жүрегінің соқпай қалуы, замершая беременность в основном осы срокта болады. Немесе жаңа арғарта 30-дан 32-ден арғарта ерте босанып қою, предлежание плаценты, плацентаның шейканы жабылып қалуы, немесе қан келуі, ерте босанып қою, давлениенің көтерілуі, бұның барлығы көбінесе 32 аптадан арғарта болады да. Сіздерге самый оптимальный срок 30-32 және 14 апта. 14 апта мен 30-32 аптаның аралығында сіздер пойызбен жүрсеңіздер болады, және самолетке тоже отыруға болады, если ешқандай патология болмаса ғана. То есть ішіңіз үнемі қатты ауыра бермесе, тонуста болмаса, қан келмесе, гриппен ауырып жүрмесеңіз, температураңыз көтерілмесе, суыңыз ешқандай кетіп қалмаса, УЗИде барлығы жақсы болса, ешқандай хронический заболеванияларыңыз жоқ болса, сондай кезде можно. Бірақ на всякий случай, если жолға шығатын болсаңыздар, өздеріңізбен бірге өзіңіздің аптечкаларыңызды алып жүріңіздер. Вдруг температураңыз көтеріліп қалса, мысалы, температура көтерілетін болса, уақытша парацетамол ішуге болады. Ол беременналарға разрешенный парацетамол да. Варикозы бар әйелдер жаңағыдай өздерінің гельдері болады, свечалар болады, соларды өздеріңізбен бірге тоже алып жүрсеңіздер болады. Негізі ұшақтарда 32 неделеден, кажется, арғарта рұқсат етпейді. Сіздерде обменный картаңызда рұқсат етілген қағаз болу керек. Соны олар сұрайды в основном. Енді жаңа айттым да, енді жүктілерде половой жизнь туралы айттым. Енді варикоз туралы айта кетейін. Варикоз ол варикозное расширение вен. Ол неден пайда болады? Ол жағы сіздің веналарыңыздың клапандары болады. Негізі бізде тек венада ғана клапан болады, артерияда болмайды. Сол венадағы клапандарыңыз әлсіз болатын болса, бізде венозный застой болуы мүмкін да. Венозный застой, тем более жүкті әйелде жағы асқынады, өйткені сіздің маткаңыз өседі. Матка өскен сайын ол салмақ қой. Аяққа салмақ түседі, мына астыңыздағы половой органдарыңызға салмақ түседі. Яғни ол жерде бізде вена бар, аяқта да вена бар, және малый тазда вена бар. Сол венаға қатты салмақ түседі да, и сол салмақ түскен сайын веналар бітіп қысылып, тоғымттар пайда болуы мүмкін да. Варикозға әкеледі. Ол соны әкелмес үшін сіздерге жаңа айтқам. Бұл да группа рискаға жатады. 16 аптадан бастап аспириннің 4-тен 1 бөлігін 75 мг ішулеріңіз керек. Бұл кезде ішетін өзінің препараттары бар. Егер сізді мазалап жүрген болса, сіздер ең бірінші не істейсіздер? УЗИ түсесіздер. УЗИ вен сосудов деп аталады. УЗИ вен сосудов түсесіз. Сол УЗИді апарасыздар ангиохирург дәрігеріне. Өйткені ангиохирург дәрігері сіздерге назначение береді. Сіздерге беруге болатын препараттар бар 20 неделеден бастап. Әртүрлі препараттар көп. Флебодия, венадиол деген, но ондай любой препараттарды сіздер тек қана дәрігердің қабылдауымен, назначениесімен қабылдаңыздар.
сосын нелер крем мазьдар бар қолдануға болатын. Ромашкамен жуынуға болады, ол да жақсы көмектеседі. Ол негізі біз толығымен симптомды жоя алмаймыз, тек біз симптоматический лечение ғана бере аламыз. Түсініңіздер қыздар, ол толығымен жоқ болып кете алмайды. Немесе траксивазин деген мазь жазуға болады. Если қыздар нақты керек болатса, чатқа жазыңыздар, жауап беремін, хорошо. Сосын геморройға да тоже қатысты симптоматический лечение. Ол да сол біздің маткамыз өскен сайын органдарымызға, веналарға давление түсіргеннен пайда болады узелдер. Кейбір әйелдерде узелдер бұрыннан болады. Біз узелдерді толығымен жоқ қыла алмаймыз. Оны только лазермен алып тастауға болады, ал жүктілік кезінде негізі симптоматический лечение. Тек сіздің шағымдарыңызға байланысты симптомдарын жоя аламыз. Мазьдар бар, свечалар бар, таблеткалар бар. Оны, если что, қыздар керек болатса айтармын. Енді керек қыздар ғана жазыңыздар, хорошо. Сосын тағы айтатын не бар? Грипп. Қыздар, егер жүкті әйелдер әсіресе грипппен ауырмауға тырысыңыздар, көп адамдар жүретін жерлерге жүрмеуге тырысыңыздар. Грипп сезоны басталып жатса, обязательно мұрныңызға оксалиновая мазь жағып аласыздар да. Оксалиновая мазь жағып, маска тағып жүресіздер. Көп адамдар жүретін жерлер бар ғой, транспортный көшелерде көп жүрмеңіздер. Өйткені грипп ол ауалы тамшылы жолдармен жұғады, жұқтырасыздар. Ол балаға әсер етеді. Ертең балада суының мутный болуына, неоднородный околоплодный водоға әкелуі мүмкін. Балада какой-то заболеваниялар болса, соған да әкелуі мүмкін. Сіздер не істейсіздер? Если грипп басталайын деп жатса, мұрныңызға оксалиновая мазь жағып қоясыздар да, маска тағып жүресіздер. Одан кейін, если температура болып жатса, парацетамол ішесіздер де, қайтадан инфекционистке барасыздар. Досконально полностью симптоматический лечение алу керек. Егер мұрныңыздан су ағып жүретін болса, солевой раствормен жууға болады, немесе шаюға болады, немесе құрамында оксиметазолины бар препараттар бар, мұрынға себуге болатын спрей, немесе капля, називин мысалы болады. Одан кейін немесе гриппостат ішуге болады. Оның құрамында гриппостаттың құрамында парацетамол бар және витамин С бар. Одан кейін тамағыңыз ауырып жүрсе, тамағыңызды фурацилинмен, немесе тұзды сумен, немесе содамен күніне 5-6 рет жылы сумен қайта-қайта шая бересіздер. Ол жақсы көмектеседі. Қыздар, если уақытында істесеңіздер, уақытында кетеді барлық нәрсе. Ары қарата асқындырып болмауыңыздар керек. Одан кейін лимонмен чай, имбирмен чай, немесе малинамен чай ыстық қылып ішесіздер, немесе сүтті ыстық қылып қайнатып, сонымен миотпен ішсеңіздер, тоже жақсы көмектеседі. Прям асқынып кетіп жөтеліп жатсаңыздар, уже ол кезде терапевтке желательно баруларыңыз керек. Өйткені сізге ол кезде уже антибиотиктер тағайындау керек болады, противовирусный препараттар беру керек болады. Разрешенный препараттар бар, оларды пока айтпай қояйын. Қыздар, если вдруг ауырып жүрген болсаңыздар, тоже жазыңыздар, сіздерге беруге тырысамын. Негізі, бірақ онда инфекционист терапевттер назначение береді жүкті әйелдерге. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, көп мынандай сұрақтар болады. Ретрохориальная гематома деген гематома, ол көбінесе ранний сұрақтарда береді, гематома деп жазып береді, 12 неделяға дейінгі узиларда жазады оны. Если ретрохориальная гематома болып жатса, қыздар, оның лечениесі жай ғана половой покой и физический покой. Өз-өзіңізді успокоить етіп, аяқ қолыңызды көтеріп қойып жатасыз. Если вдруг қан келіп жатса ғана, онда больницаға жатуыңыз керек обязательно. Өйткені ол кезде түсіп қалу қауіптілігі жоғарылайды. Бірақ ары қарта жақсы, благополучно босанып алған қыздары өте көп. Мысалы, менде болды ранний сұрақтарда ретрохориальная гематома болды, покой, физический покой деп айтып түсіндірдім, все хорошо, дамып кеткендер болды. Бірақ то есть выкидыш болу қаупі де жоғарылы, түсініңіздер ғой. Енді тағы айтатын нәрсе, токсикозға қатысты. Токсикоз ол беременналардың где-то 20-30%-терінде болады. Не үшін болады? Өйткені жүкті әйел, жаңағын айттым, иммунитеті әлсіз. Еще хронический гастритіңіз болатын болса, тем более асқынады жүктілік кезінде. Хронический холецистит, өтіңізде проблема болатын болса, асқазаныңызда проблема, ұйқы безіңізде раньше проблемаларың болса, жүктілік кезінде барлығы асқынып кетеді. Асқынады одан сайын.
яғни бізде жүкті болған кезде қыздарда мынандай гормон бөлінеді, прогестерон деген, ол жүктіліктің гормоны. Сол бізде прогестерон деген гормон біздің жаңағы ішектерімізді, жаңағы сосын өңеш пен асқазанды, солардың арасындағы сфинктерлер болады, қысылып тұратын ше, тамақты астыға қарай өткізіп тұратын, соларды тонусын өзгертеді. Яғни атония болады да, то есть дұрыс бүйтіп расслабляться етіп, былай тамақ өте алмайды дұрыс, немесе ішектерден жаңағы ішкен жегеніңіз бәрі ішектерден өте алмайды. Сол прогестеронның әсері мынаған әкеледі, неге запорға, одан кейін жаңағы құсуға, ішкен жеген тамақтарыңыздың құсуға келеді. Токсикоздың үш дәрежесі бар: жеңіл, ауыр, орташа. Жеңіл түрінде жай ғана жаңа правильно питаться етесіз, аз-аздан жейсіз тамақты, аз-аздан жейсіз, және егер сразу қарныңыз ашып жатса, желательно сразу жеуге тырысыңыз, аз-аздан жеңіздер. Мысалы, әртүрлі құрамында бифидобактериялар бар, питьевой йогурттар көп қой қазір, Актимель, Активия, жаңа биоз дейді, сондайлар өте көп, солар жақсы көмектеседі. Одан кейін боржоми бар, шелочная водалар, солар да жақсы көмектеседі. Имбирный жаңағы құрамында имбирі бар чай ішсеңіз, немесе имбир токсикозға өте жақсы көмектеседі. Одан кейін тағы, егер жаңа противорвотный препараттар бар, уколдар бар, оларды қолдануға болады. Одан кейін, если орташа дәрежесінде 5-6 рет келген құсатын болсаңыз, орташа дәреже деп аталады. Ол кезде только противорвотный препараттар жазып береміз. Если ауыр дәреже 10 ретке дейін құсып жатсаңыздар, сіздер обязательно қыздар больницаға жатуларыңыз керек, өйткені сіздерде уже обезвоживание болады, яғни организм сусызданып кетеді да. Организм сусызданған соң ертең балаңыз түсіп қалу қаупі жоғары. Сондықтан сізге организмге воспаление ету үшін сізге жидкость құю керек болады. В общем, солай қыздар. Енді тағы бір айтатын нәрсе, тағы не қалып кеттім? Нелерге тоқталайық. Тревожные признаки во время беременности, оларға мыналар жатады, қауіпті белгілерге. Бірінші, ішіңіздің қатты, острый боль болып ауруы, қатты ауруы, шыдатпайтындай, или үнемі ауруы. Одан кейін қан келсе, тоже тревожный признаки. Егер 20 неделядан асқанда баланың қимылдаған сезбей қалсаңыз, одан кейін су келсе, үлкен сроктарда желательно астыңызға марлевый прокладкалар қойып жүріңіздер, өйткені вдруг суыңыз кетіп қалса, дәрігерге дәлелдейсіз, суым кетіп қалды деп. Хорошо, су кеткен кезде қыздар сразу дәрігерге бару керек, немесе скорый шақыру керек, өйткені суыңыз кететін болса, восходящий инфекция түседі, уақытында қаралмасаңыз. Өйткені 24 больницаға түссеңіз, суыңыз кетіп, сізді 24 сағат бойына бақылайды. Егерде 24 сағат бойына сізде суыңыз кеткеннен кейін толғақ болмаса, сіздерді босандырып алуға тырысады, өйткені уақытында босандырмаса, сізде восходящий инфекция түседі, хорион амнионит болады, балаға шетінеп кету қаупі өте жоғары болады. Тағы бір тревожный признакаларға жататын, ол температураның көтерілуі, сіздің гриппен ауруыңыз, немесе одан кейін травма, любой травма, немесе үйде бір нәрсе істеп жатып құлап қалсаңыз, ішіңізді диванға ұрып алсаңыз, оның бәрі қауіпті белгілері жатады. Баланы жүрегінің соқпай қалуына әкелуі мүмкін. Кейбір қыздар болады, бір нәрсе үйлерін жинап жүріп соғып алуы мүмкін да, ішін. Сол кезде үйінде келмей жатады. Ол кезде обязательно келу керек қыздар. УЗИ түсуіміз керек, травматологқа ішіңізді көрсетуіміз керек болады. Одан кейін кейбір УЗИ қыздар, если сіздерге УЗИда предлежание плаценты деген диагноз қойып берсе, онда сіздерге ешқандай ауыр нәрсе көтеруге болмайды. Әйтпесе, вдруг үйде бір нәрсе, уборка жинайын, бір нәрсені жылжытамын деп жүрген кезде қан кетіп қалуы мүмкін. Желательно жүкті әйелдер негізі ауыр нәрсе вообще көтермеңіздер. Дивандарды жылжытпаңыздар, жағы биік жерге шықпаңыздар, құлап кетулеріңіз мүмкін. Оның бәрі опасно. Енді нелер қалып кеттім? Ложные схваткилерге айтайын, айтылғақ.
көбінесе 22 неделядан ары қарата 30-40-қа дейінгі сроктарда, в общем, ішіңіз регулярный схватки болатын, нерегулярный схватки болатын болса, бұл айтолғақ деп аталады, яғни ложный схватки. Негізі 37 неделяға дейін біз жүкті әйелдерді, 37 неделядан асса жүкті әйелде уже доношенный срок деп айтамыз, соны біліп алыңыздар. Регулярный схватки дегеніміз қалай? Егер сіздің ішіңіз тырысып қалады, тырысып, яғни тас сияқты болып қалады да, ол тырысып тас сияқты болып қалуы каждый 10 минут сайын бола беретін болса, тоқтамастан каждый 10 минут болатын болса, это уже схватки басталып жатыр деген сөз. Значит, шейкаңызда изменение болып жатыр. Ол кезде уже дереу роддомға болмаса скоро шақырасыздар, хорошо? Ал егер одан аз, күніне мысалы 2 рет, 1 рет ішіңіз тас болып қатып қалады, немесе бір жерге ұзақ уақыт жүріп келгеннен кейін, үйіңізде көп жұмыс жасап қалғаннан кейін ішіңіз тас болып қалатын болса, анда-санда да бір рет, это как айтолғақ ретінде саналады. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, кейбір қыздар үйлерінде көп жұмыс жасап қойса, біреумен ұрсып керісіп қалған кезде шевеленияны аз сезіліп қалуы мүмкін. Если шевеленияңыз азайып жатса, қыздар гинекологқа барып баланың қимылын тексертіңіздер. Одан кейін тағы не айтылмай кетті? Пока жүктілерге қатысты нәрселерді айтқан сияқтымын, қыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, барлығын чатқа жаза беріңіздер. 24 сағат бойына мен сіздердікімін. Қолым босаған уақытта сразу жауап берем. Хорошо, қыздар? Пока. Қыздар, если айтпақшы ұнап жатса, комментарий жазыңыздар неге. То есть пікірлеріңізді чатқа жазсаңыздар болады, хорошо?